Все, істеп тұр. Сәлем, мен Алматы облысы Іле ауданы Кассик ауылы номер 40 орта мектебінің 9 А сынып оқушысы Мұсахан Алмат және де мен Құрбан Фәлжан. Агроөнеркәсіптік, оның ішінде жылыжай шаруашылығын толықтай автоматтандыру. Ең алғашқы сұрақ, өз жобаларыңызды таныстыра кетсеңіздер. Біздің жобамыз Smart Greenhouse, яғни ақылды жылыжай. Smart Greenhouse негізінен Arduino Uno платформасы негізінде жасалған. Біздің жобамыздың идеясы мен мақсаты агроөнеркәсіптік, оның ішінде жылыжай шаруашылығын толықтай автоматтандыру. Жобаларыңыздың өзектілігі неде? Жалпы біздің жобамыздың өзектілігі бағбанның жұмысын жеңілдету және еліміздегі жылыжай шаруашылығын дамыту. Бағбанның жұмысын жеңілдету барысына мысалы тамшылатып суғару әдісін алсақ болады. Тамшылатып суғару әдісінің дәстүрлі суғару әдісінен айырмашылығы, ол суғару процесі автоматты түрде ылғалдылық датчигі арқылы жүзеге асады. Бұл жобада қандай детальдар қолданылды? Біз бұл жобада фоторезистор, ылғалдылық датчигі, температура датчигі, реле, насос, дисплей және де диодтық лампалар мен желдеткіш резистор қолдандық. Ал енді детальдарына тоқтала кетсек, ылғалдылық датчигі. Ылғалдылық датчигінің жұмыс жасау принципі ол топырақтың құрап кеткенін байқаған жағдайда автоматтандырылған жүйенің тиісті бөлігіне сигналды беріп, суғару процесін бастайды. Және де топырақтың ылғалдылығы артқан жағдайда, яғни өсімдікке жеткілікті жағдайға жеткенде, тағы да сол автоматтандырылған жүйенің тиісті бөлігіне сигнал беріп, суғару процесін тоқтатады. Және топырақтың ылғалдылығын біз дисплейден көрсек те болады. Біздің жағдайда ылғалдылық датчигі топырақ құрғап кетсе, релеге сигнал береді. Ал енді релеге тоқтала кетейік. Реленің қызметі автоматты түрде өшіру және де қосу. Яғни су айдайтын насосты топырақ ылғалдылығы төмендеген жағдайда қосады, және де керісінше топырақ ылғалдылығы тиісті деңгейге жеткенде өшіреді. Біздің жобада жарық сүйгіш өсімдіктер үшін және олардың қауіпсіздігі үшін автоматты түрде жарықтандыру процесі де қарастырылған. Ол бізде фоторезистордың көмегімен жүзеге асады. Ендігі фоторезистордың жұмыс жасау принципін айтып көрейік. Екі электрод арасында жартылай өткізгіш бар. Сол жартылай өткізгіш жарықтандырылмаған кезде оның кедергісі өте жоғары болады. Сәйкесінше бұл аймақ жарықтандырылған кезде оның өткізгіштігі күрт көтеріліп, кедергі сәйкесінше төмендейді. Фоторезистор датчигіне қараңғы түскен жағдайда диодты лампалар жағылады. Әр диодты лампаларда кедергі немесе резистор орнатылған. Резистор лампалардың күйіп кетпеуін және де ұзақ уақыт жұмыс жасауын қамтамасыз етеді. Біздің жағдайда әр резистордың кедергісі 100 омға тең. Өсімдіктердің таза ауамен қамтамасыз етуін және де қалыпты температураны сақтап тұруды қамтамасыз ететін автоматтандырылған жүйе біздің жобада қарастырылған. Жылыжайдың қалыпты температурасын біз дисплейден де қарасақ болады. Дисплейге температураны бізде температура датчигі сигнал береді. Температура датчигінің жұмыс жасау принципі қарапайым. Сенсорға тұрақты кернеу қолданылады. Әдетте 5 немесе 9 вольт. Кернеу Ом заңына сәйкес термисторда төмендейді. Ендігі алға қойған мақсатымыз жасаған жобамызды тек қана агрономдар ғана емес, кез келген тұрмыс тіршілікте қолжетімді болуына ықпалын тигізу және де Қазақстан елін дамыту. Назарларыңызға рахмет. Егер жобамыздың ұнаған тұстары бар болса, пікірлеріңізді жазуға ұмытпаңыздар.